Мен бұл видеода өзіме жеке үй салған болатынмын. Видео өте қызық шыққан болатын, сондықтан соңына дейін көріп лайк басып тіркеліп кетейік. Видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Ал кеттік. Так, так, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Майдар, қалайсыздар? Достар, бүгінгі видеода бізде дегенмен жаңа айтып кеткендей, үй салатын болам өзіме. Жеке, осы ауылда мен бұрынғы ауылымда бар еді деймін. Бірақ енді ол ауылда жарылып кеткеннен кейін осы ауылға тағы жеке үй салатын болам. Мен үйім қазір Кузница, мына үй бар енді, бірақ бұл үй енді жеке емес, енді көп тұрған, мындай гостиница қалай қонақ үй болғандықтан достар, бұл үйде тұра алмаймын. Сосын өзіме жеке андай күшті гаражы бар, жаңағыдай заттар бар, жеу ететін андай әдемі салатын болам. Видео бастамай тұрып тамашалап кетейік, лайк басып тіркеліп жақсы кетті ал. Достар, мен қазір өзіме бір ағаштан әдемі үй салатын болам, барынша декорацияландырып, әдемілеп, және де мебельдермен толтыратын болам, яғни ішін барынша әдемілетін болам. Яғни гараж салып, машина алып достар әдемі. Көресіздер ғой, видео деген кішкене болсын ұзақтау шығуы мүмкін, сол үшін кеттік ал. Так, кішкене заттар алатын боламыз, мына бізде осындай ағаштар керек болады, яғни шет жақтарын салуға, әртүрлі заттар салуға. Осындай бірінші сыртын салатын боламыз. Терезе, есік, анау заттарды салмаймыз. Бірінші жаймен сыртын жасап аламыз, осындай ағаштар керек. Және жер енді жер сынып кетіп отырса керек болады. Керек емес бұл жер. Бір керек емес жер ағашын толтыра салам. Так, ойбай. Так, бізге енді ағаштар керек. Бізге мынандай ағаштар доски. Ана кішкене месте қойып. Так, достар, қазір мен осында жер алған болатын, қайта өйткені кішкене осының бір түрлі болып тұрады деген достар, біз жер таңдайық. Примерно мен осы жерге сағым көп тұр, жерді яғни кішкене осының орын қойында почти бос тұр, бірақ так, кішкене осының әдемі жерге салу керек етші бір. Қайқа салсақ болады. Неққа ма, бірақ ешкім шет жақ болып кете ма деп тұр ме? Жеріне олан. Шет жақ болып кете шығар неқ, примерно. Осы жаққа сала берейін кішігірім бір үй салам енді. Қатты ондай үлкен емес. Так, бір нормальный үй салам. Так, примерно 2 блогын сынып тастайын. Так, шына 2 блок бізге сынып тастау керек болады қазір. Сосын бізге ағаштан бірінші формасын квадрат болып, коробка болып салатын боламыз. И содан кейін барып әдемілейтін боламыз. Кішкене декорацияландырып артынан қазір бірінші біз үйдің формасын салып аламыз. Так, қалай салсам болады екен? Меніңше маған бірінші гараж керек. Маған гараж қалай салсам болады? Мынандай ғой достар, бізде мына 4 бұрыш гараж тұрады. Сосын мына ұзын бір андай коридор сияқты осында гараждың артына қарай бүйтіп оңға бұрылып кеткен. Қалай салсам болады? Типа екі этаж болады, кішкене үйім. Осыны астыққан жағында верстак, сундук, әртүрлі андай заттар болатын болады. Осының үстіңгі жағында ұйықтайтын, тамақ ішетін, компьютер, ноутбук деген заттар болатын болады. Міне достар, осылайға істеген болатын гараждың кішкене формасын. Енді бізге есік жасау керек болады. Так, есікті примерно осы жерлерге жасаймын. Примерно осындай высотада болсын ол есікте. Так, есіктің кішкене қасына терезе жасам көтермен бір жағынан. Мына магазинге қатты жақында көтпесе олар деймін. Так, осының қалай істеймін? Кішкене неқтарын жасайық тағы да. Так, анасын жасаймыз. Сосын неққа 2 есік болады, қазір жасаймыз сонында. Так, осылай. Оймайны кішкене қатыда. Так, осын достар, неққа кішкене терезе қоям, 2 терезе. Осын өсін жоқ тұру керек болады бізге. Осын неққа 2 есік, осын неққа терезе болады. Істеу. Енді, так, кішкене бір түрлік қалды ма достар? Жарайтын декорацияландырамыз. Так, осын бізге артқы жағын кішкене ұзарту керек болады. Примерно осылай кетейік. Достар, менде осылай шығып жатыр. Неқта гараж, яғни осылайға машина салам әртүрлі заттар болатын болады. Осын неқта үйге кіргеннен кейін неқта гаражға бөлме. Осын достар, бізде енді дәретхана заттар болмайды шығар, өйткені үй деген слишком андай үлкен болып кетеді. Мен кішігірім бір үй салатын болатынмын. Так, примерно осылай, Так, осы неқта екінші этажға кететін заттар болатын болады. Осындай сундук, типа хранилище андай қойма ғой, типа бірінші этаж. Так, осылай, что-то бір тұрып кеткен сияқты. Сәл әдемілейтін боламыз. Так, шеттерін достар, мен андай істеп отқан жоқ, мен шеттер что-то бір тұрып кетіп жатыр.
осыны жасайтын боламыз. Так, шеттерін осындай болатпен жасау. Так, мен жоқта 3-4 ма? Так, 1, 2, все болды. Сындырамыз. Так, достар, короче, менде осылай істеген болатынмын. Мына жақта гараж, былай сыртын көрсетіп кетейін. Гаражға терезе керек емес деп ойлаймын. Енді мына жақта тем более ашық тұрады. Осыны мына жақта мынандай 3 блок қалатын боламын терезеден. Мына жаққа қазір есік, мына жаққа терезесінің кішкене үлкендеу қылып, мына жаққа 3 блок болғандықтан енді ортасын терезе қылып қойдым. Осыны мына жақта осындай кішкене ұзын терезе қылдым. Осыны екі жағын енді осындай салдым. Және содан кейін бізде үстін осындай ақ блокпен жауып, мына жақта енді осындай там есік гаражға кеткен. Осының екінші этажға көтерілетін боламыз. Екінші этажын қазір жасайтын болам. Бізде онда қалай жасаймыз, короче. Екінші этажын так, оны қошаймыз қазір тағы да. Терезесін салып, мәртөбе заттар жасап, осын біздеген, короче, компьютер, там тамақ ішетін жер, енді туалет қатты керек емес, тамақ ішетін жер, сосын гардероб, там киім ауыстыратын, там әртүрлі заттар жасайтын болам. Мен аяқта тем более магазин тұр, жаңағыдай тамақ ішетін жер дегенде айтпақшы бұл кафе болып кетті, маркет болып кетті ғой, бұл айтпақшы тамақ ішуге болатын жер. Так, жақсы. Так, короче, достар, бізде түнбі кеткен болатын, енді кішкене болсын әдемі болсын деп осылай атмосферный болып тұрсын деп қойдым. Так, короче, мынандай мен в общем екінші этажда кішкене темный лоуғым келіп тұр. Өйткені мына так скажем жіберейін, енді біздің ағашымызда кішкене темный лоу болсын. Осындай темный дубпен жасағым келіп тұр. Енді кейбір жерлерін жасармын ақ блокпен. Осыны достар, қазір балкон, там әртүрлі заттардың бәрін жасайтын боламыз. Осыны жерге так осындай кішкене ағаштармен жасаймыз. Так, көбінесе енді терезелер болады, там әртүрлі заттар болатын болады. Видеоны тамашалап лайк басып кетейік, достар, ұнаватса. Осыны достар, мен тағы да бір айтатын не хабарлау қалай. В общем, мен деген басқа каналдарға яғни видео түсіруім мүмкін. Бұлай сіздер ойларыңызды білгім келеді. Бұлай қолдайсыздар ма басқа каналға видео түсірсем, бұлай қолдамайсыздар ма деген сияқты, короче. Так, каналға тұрады. Так, солай үшін достар, басқа каналға, там басқа мысалы ойындарын, Майнкрафттан басқа, мысалға әртүрлі Free Fire, там, енді Free Fire'дың қазір заман кетті ойлаймын, Free Fire қатты кетті деп па. Так, так, по идее нормально сияқты. Бірақ что-то қателеу ма, так жақсы. Осын так Free Fire'дан басқа Among Us, там әртүрлі достармен ойнауға болатын, әртүрлі мультиплеерден басқа достар, мысалға андай сурет салатын, немесе Майнкрафттың өзінен андай нелер бар ғой, видварс, там андай билдер, мысалы андай не салатын, посторик салатын деген сияқты өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер, түсіретін болам барынша. Так, мынау қалай кетті мынау? Так, что-то бір түрлі болып тұршы, достар, ұнамай тұрма. Достар, короче, мен осындай темный дубпен салатын болып шештім, бірақ қазір мына жерден де кішкене болсын бір түрлі болып тұр, яғни екеуі біріп кеткен сияқты болып тұр. Қазір оны жасайтын боламыз, яғни декорацияландырған кезде бізде әлі декорация бар, достар. Видеоның примерно неше минут өтіп кеттік, мен де дұрыс көре алмаймын. Так, короче, бәрін салыптен, достар, крыша, терезе бәрін. Так, короче, достар, мен деген жақта терезелерін қондырып тастаған болатынмын, және қазір кішігірім үйдің ішін көрсетіп жіберейін. В общем, мына кішкене осындай терезе қойдым. Қазір достар ішін бәрін жасайтын болам. Яғни іші әлі пустой, жерлер тұр әлі, там, в общем, қорауға тұршы. Так, осының екінші этажға кететін жері. Так, в общем, екінші этажға осындай істеге мен кішкене тұрып қалды. Жақсы. Так, осындай, короче, үйдің іші. Осының жақта кішкене балкон жасап қойған болатын. Қазір балкон істейін деп жатырмын уже. Так, осының болса, достар, бізге балкон жасағаннан кейін крышасын жасау керек болады. Уже мен ойланып тұрмын да, крышасын қосып жіберейін ба деп, үшінші этаж алып деп, чердак қылып па, андай тап сандуктар тұрады деген сияқты енді. Оны ойластырамыз енді. Қатты керек емес деп ойлаймын даже. Осының жаққа балкон тұрады там, сосын жақта терезелердің алдында гүлдер там. Оның қазір бәрін декорация жасайтын болам. Сол үшін достар, лайк басып тіркеліп кетейік. Тағы да не керек, не қат переход керек па деп достар. Мынаны переход жасап едім қолымда. Осыны достар, қазір мен енді мынаны кішкене әдемілейін. Осының ішін бірге жасайтын боламыз. Так, короче, достар, менде ем осылай шыққан болатын. Короче, декорацияландырған болатын барынша. Екі ламамен бір шетел кіріп кетті ғой. В общем, гараж осындай алған болатынмын. Яқта кішкене машина жөнетін, астына кіретін зат қойған болатын. Осының үйдің сыртын, в общем, айтпай қайын көріп тұрсыздар ғой. Астына фонарик, там балкон істедім достар міне. Так, андай балкон істеген болатын. Несін кастердің, короче, отын алып тап. Осын
общем осы достар не декорация кішкене осыны крышаны көрсететін болам. Так, осыны не осындай достар. Осыны достар бізде үсті машина жақсы қалғандар салам. Так, осы үсті осындай ішін көрсететін болам. Блин, қандай болады? Короче, достар. Так, в общем, бізде деген яқта үйді әлі істеген жоқпын достар. Үйдің жаңа мебельдермен, там әртүрлі заттармен жасамадым әлі. Осындай коверлермен төстеп жасап қойған болатын. Так, что-то не істеп тұр, бошықта қалып. Так, осыны достар міне осындай алып қойған болатын. Екінші этажға көшіп жіберейін. Үйдің ішінде декорация жасайын болатын. Осыны кішкене қою болған болатын мына екінші этажда. Осыны так үшінші этаж бізде кішкене ол қатты маңызды емес сияқты болатын яқта. Так, ковер жоқ болады. Бүйтіп аспан қарап, жұлдыз қарап жату болады. Осыны так кішкене түсек не қаусын достар, не қаменде просто мынандай люктер қойған себебім немен қаттар келіп тұр да, бізде шыға алмай қалам. Осыны қазір не істейтін боламыз, декорация қазір. Так, переход керек па деп па? Так, кеттік достар, 1, 2. Короче, достар, бізде үйім осылай шыққан болатын. Ой, переход бар екен ғой. 3 достар, короче. Үйім осылай шыққан болатын. Так, неқта деген сразу делал кетейік деп па, неқта компьютер, в общем, мен рабочий столым, неқта, в общем, шкаф, киімдер, там әртүрлі заттар тұрады. Үстінде тамақ ішетін, там отырып ойланатын жер. Сосын там балкон жасадым, мынандай кішігірім бір әдемі табиғатқа қарап, әдемі тұрады, закат болған кезде. Сосын неқта кітаптар, там енді осындай кішкене болсын майнкрафттардың блоктарымен болсын декорация қосқан болатынмын. Енді астын көрсетіп жіберейін. Так, үстінде дым жоқ достар, үстінде дым қоспадым вообще декорация. Так, астында не кухня, енді осындай кішігірім шкафтармен, полкалармен осындай кухня. Мынандай сковородка заттармен. Осыны достар міне болды, осындай үй шыққан болатын. Осы лайк басып тіркеліп кетейік. Все достар. Сіздермен бірге болған мен достар. Видеоны лайк басып тіркеліп кетейік. Сау болыңыздар.